Сабақта біз векторлық программа Inkscape программасымен танысатын боламыз. Қазір сізге жұмыс алаңымен, яғни терезесімен таныстырып өтейін тоқтай. Бірінші бізде бұл тақырып қатары, екінші қатар меню жолы, яғни мәзір қатары, одан кейінгі құрал саймандар тақтасы, жүгіртпе жолы, сонымен қатар жиі қолданылатын құралдар, түстер палитрасы және қалып күй қатары орналасқан. Мынау негізгі жұмыс алаңымыз болып табылады. Енді әртүрлі фигуралармен жұмыс жасап көрейік. Мысалы, тік төртбұрыш және дөңгелекті салу үшін қай фигураны салғымыз келеді, соны белгілеп аламыз да жұмыс алаңында сызатын боламыз. Спираль. Осылай біз әртүрлі фигураларды саламыз. Салғаннан кейін оның түстерін де беруімізге болады. Мысалы, спиральға қызыл түс бергіміз келсе, осылай боялады. Ал дөңгелекті біз жасылға бояғымыз келсе, түсті таңдап, сол фигураның үстінен басқан кезде сол түске боялатын болады. Келесі бізде тіктөртбұрышты көк түске бояды. Ашық көкке бояйық. Осылай бирюзовый цветке әр үш фигурамызды үш түрлі түске бояп шықтық. Салынған фигураларымызды бір орыннан екінші орынға жылжыту үшін выделить батырмасын басу арқылы кез келген орынға қоя аламыз. Градиент түсін беру үшін, яғни бір түстен біртіндеп екінші түске ауысу үшін мәзір жолынан объектке кіріп, заливка и обводка батырмасын басамыз. Осы жерде, мына жерде заливкалар пайда болады. Соның ішінен біз градиентті таңдаймыз. Міне ашықтан жайлап бирюзовый түске өтіп жатыр. Келесі көкті таңдайтын болсақ, міне градиентке белгілейтін болсақ, көз алдарыңызда градиентке ауысты. Спиральді да солай белгілеп градиентке өткізейік. Немесе дөңгелек ортасынан градиентке айналатын, немесе екі шетінен айналдыруға да болады. Осылай градиентті пайдалана аламыз. Фигураларға группировка жасау үшін берілген фигураларды бірінші ерекшелеп аламыз. Ол үшін бір фигураны басып ерекшелеп, shift батырмасын баса отырып, қалған фигураларды да ерекшелеп аламыз. Ерекшеленген фигураларды тышқанның оң жақ батырмасын басып, біз группировать батырмасын басамыз. Сол кезде біздің барлық фигураларымыз бір группировкаға келетін болады. Осылай группировка жасалады. Жасалынған группировкаға көшірме жасау үшін фигураларды ерекшелеп, тышқанның оң жақ батырмасын басып, дублировать батырмасын басамыз. Сол кезде бізге көшірмесі алынатын болады. Жасалған жұмысты сақтау үшін файл, сохранить как батырмасын басамыз. Осы жерде файлымызға атау береміз және файлымыздың типін таңдаймыз. Біз CVG форматта және PNG форматтарында сақтай аламыз. CVG-ді белгілеп, сохранить батырмасын басамыз. Сол кезде біздің жұмысымыз сақталатын болады.